Қарағанды облысының онкологиялық орталығының дәрігері Мұратбек Жұмақаевтың айтуынша, арглабинді жалғыз емес, басқа ем түрлерімен бірге қолданған абзал. Ол адамның иммунитетін көтеретіні зертханада анықталған. Сәуленің адам ағзасына ықпалын азайтады, ал ісікке әсерін көбейтеді. Өз күшімен жазып шыққан бір-екеу ғана. Көбінесе ісікті кішірейтеді. Әсіресе бауыр, қу, төс ісіктеріне әсері бар. Қатерлі ісікті сәулемен емдеу барысында арглабин қолданылса, науқастардың емделуі 95%-ға көтеріледі дейді жергілікті онколог дәрігерлер. Ал фитохимия институтының маманы Науан Жаңғабыловтың айтуынша, Қазақстанда сынақтан өткен кезде дәрінің шөптен жасалатындықтан адамның сау органдарына зақым тигізбейтіндігі анықталған. Бірақ асыра пайдаланса азғантай зияны болуы мүмкін дейді ол. Токсикалық әсері төмен болады. Асыра пайдаланса жусанға деген аллергиялық реакция қоздырады. 3,3 жусанның күнделікті өмірде адамға пайдасы. Жусан сөлі тәбет ашады, ас қорытады. Әртүрлі микробтарға қарсы тұрады. Химиялық медицинада жусанның шырыны әртүрлі ауруларға пайдаланылады. Өсімдіктердің жаңа сөлі әсіресе қараңғы жерде ұстағаны туберкулезді емдеу үшін қолданылады. Халық медицинасында дематика қарсы дәрі ретінде қолданылады. Жусанның су тұнбасы тәбетті толықтай ашады. Жусанның сөлін 4-8 рет пайдалану қажет. Сонымен қатар демікпеде, асқазан ойық жарасында асқазан ауруларына қарсы қолданылады. Кейбір шырындарға да қосады. Жусанның дәрілік қасиеті осыдан 3000 жыл бұрын белгілі болды. Орыс медицинасында жусанның сөлін жүйке ауруларын, бас ауруы, сырқат үшін, бал мен борсық майын қосып туберкулезді емдейді. Жусанның ем болатын аурулары және қолданылуы. Иммунитет көтеруде 500 гр жаңа кесілген жусанның сөлін грек жаңғағымен араластырып тартқыштан өткіземіз. Оған 5 стакан бал араластырып, тамақтан соң ас қасықтан күніне 3 мезгіл 1 ай ішу керек. Демікпеге жас жусанды езіп шырынын күніне 3 рет, әр ретте 5 іңгіш ішеді. Сондай-ақ адамның тәбетін ашуға, іш тоқтатқанға, асқазан ауруына, ішек ауруларына жақсы ем.